Қазір біз Қырыққыз макетінің жанында тұрмыз. Бұл аңызға сүйенетін болсақ, Қырыққыз әулиесінің қалу себебі ерте жаугершілік кезінде өзеннің суына шомылып жүрген Қырыққызды жау көрген деседі. Сонда оларды алып кетпес үшін жаулар осылардың соңынан, Қырыққыздың соңынан қуған. Бұлардың қолына түсіп, елімізді, жерімізді қорық еткенше бізді тасқа айналдыр деп Құдайға жалынған екен. Содан олардың тілегі қабыл болып, Қырыққыз тастағы айналдырған деседі. Қаламызда үйге қонақ келген кезде аралап әкелетін жерлеріміз, әдемі шырайлы жерлеріміз өте көп біздің. Соның бірі Бәйдібек би алаңында орналасқан әулие ата-бабаларымыздың макеттері бар. Бұл макеттің өзін менің өзім бірінші рет көріп тұрмын. Сол себепті барлықтарыңызға осындай әдемі жерлерге келуге кеңес береміз. Жалпы біздің қаламызда әдемі жерлер өте көп. Оның барлығын біздің бір 10 күндігімізде сыйдыру мүмкін емес. Сіз не дейсіз, Гүлбану апай? Құрметті ұстаздар, осындай керемет жерлерге уақыттарыңызды бөліп келіп көріңіздер.